Келіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге ең оңай сосиски в тесте жасауды көрсетемін. Қамыр жаймай жасаймыз, яғни ал жасап көрейік. Суға қант, дрожж, ұн, бір ас қасық общий массадан аламыз. Онды араластырып 10 минутқа қоя тұрамыз. Он минуттан кейін жұмыртқа, тұз, қалған ұнымызды салып, сұйық қамыр жасаймыз. Міне осындай сұйық ағып тұратын қамыр жасап аламыз. Бетін жауып 40 минутқа қоямыз. Барлық сосискаларды екіге бөліп аламыз. Сосискалардың үстіне де сыр қосамын. Сол үшін сырды кішкентай 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламын. Сосискиді таяқшаға, яғни шпажкаға кигіземіз. Осылай үстінен сырды кигіземіз. Барлығын осылай жасап алдым. Осылай бір таяқшасын аламыз да сұйық қамырға орап шығамыз. Үстіне панировочный сухариға бір аунатып аламыз. Қалғандарында осылай барлығын жасап аламыз да қызып тұрған майға қуырып аламыз. Міне сосиски в тесте тез арада дайын болды. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.